Бәріне сәлем достар, сіздермен Айнұр. Бүгін бауырдан котлет жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге керекті ингредиенттер: 500 грамм бауыр, 3 орташа картоп, 1 дәу пияз, 2-3 кесілген нан, сүт және 1 жұмыртқа, 2-3 сарымсақ керек болады. Осылардың барлығын турап дайындап алып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ең бірінші бауырды, артынан көкөністерімізді өткіземіз. Және де ең соңында нанымызды өткіземіз. Енді осының үстіне сүтімізді және 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Шай қасықтың ұшымен сода, дәміне қарай қара бұрыш саламыз. 1 шай қасық тұз, котлетке арналған дәмдеуіш және де 2 дәу қасық ұн салып, түйіршік қалмайтындай етіп араластырып шығамыз. Енді газға табамызды қойып, азғантай май құйып, қыздырып аламыз. Қызған соң астын орташа отқа қойып, 1 қасықтан толтырмай отырып, домалақ пішінге келтіре отырып табамызға құямыз. Асты қызара бастағанда екінші бетіне ауыстырамыз. Піскен соң қағаз салфетка төселген тәрелкеге саламыз. Міне достар, котлетіміз дайын болды. Гемоглобинді көтеретін тағамдардың бірі. Видео ұнаған болса, лайк басып, астына комментарий жазып кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.